Адам денсаулығы баға жетпес байлық. Қазіргі таңда көпшілігіміз салауатты өмір салтын ұстануға, табиғи өнімдерге ден қоюға ұмтылудамыз. Осы тұрғыдан алғанда, ағзаны іштен сауықтыратын, барлық мүшелер мен жүйелердің жұмысын жақсартуға көмектесетін табиғи сусындар ерекше сұранысқа ие болып отыр. Солардың бірі өмір сусыны. Бұл сусынның негізінде көк шай, имбир және даршын сияқты табиғи әрі пайдалы 3 ингредиент жатыр. Өмір сусыны ағзаны іштен тазартып, метаболизм процесін жандандыратын, иммундық жүйені нығайтатын және жалпы көңіл-күйді жақсартатын табиғи сусын. Оның құрамындағы көк шай ежелден бері денсаулыққа пайдалы өнім ретінде белгілі. Ал имбир мен даршын дәстүрлі медицинада кеңінен қолданылатын шипалы дәмдеуіштер. Көк шай полифенолдарға бай, антиоксиданттық қасиеті бар сусын. Ол ағзада жиналған зиянды заттарды шығарып, бос радикалдардың әсерін бейтараптандырады. Сонымен қатар, көк шай жүрек-қан тамырлар жүйесін қорғайды, артериялық қысымды реттеуге көмектеседі, қан құрамын жақсартады. Оны үнемі пайдалану терінің күйін жақсартып, тері қартаюын баяулатады. Имбир ежелден белгілі емдік өсімдік. Ол ас қорыту жүйесін реттейді, ішек жұмысын жақсартады, жүрек айнуын басады. Сонымен қатар, ол қабынуға қарсы және микробтарға қарсы әсер береді. Имбир ағзаның жалпы тонусын арттырып, энергия деңгейін көтереді. Суық тию кезінде де имбирден жасалған сусындар денені тезірек қалпына келтіруге көмектеседі. Даршын қан айналымын жақсартады, қандағы қант деңгейін реттеуге көмектеседі және холестерин мөлшерін төмендетеді. Сонымен қатар, ол тәбетті қалыпқа келтіріп, ас қорыту процесін белсендіреді. Даршынның жылыту қасиеті бар, сол себепті ол әсіресе суық мезгілде өте пайдалы. Сондай-ақ даршын серотонин деңгейін арттырып көңіл-күйді көтереді. Бұл пайдалы әрі шипалы сусынды үй жағдайында оңай дайындауға болады. Ол үшін сізге мынадай табиғи өнімдер қажет: 1 шай қасық даршын, 1 шай қасық үгітілген немесе кептірілген имбир, 2 шай қасық көк шай және 1 литр таза ауыз су. Эмальданған ыдысты алыңыз. Бұл ыдыс түрі шөптер мен дәмдеуіштерден пайдалы заттарды толық алу үшін және зиянды заттар бөлінбеу үшін ең қолайлы. Ыдыстың ішіне 1 шай қасық даршын мен 1 шай қасық үгітілген имбир салыңыз. Оның үстінен 1 литр таза су құйыңыз да баяу отқа қойып қайнатыңыз. Су қайнаған соң, отты азайтып, үстіне 2 шай қасық көк шай қосыңыз. 1-2 минут қайнатып, оттан алыңыз. Қоспаны бетін жауып, бөлме температурасында 1 сағаттай тұндырып қойыңыз. Тұнған соң, сүзіп алып, әйнек ыдысқа құйып сақтауға болады. Қалауыңызша бірнеше тілім лимон, 1-2 жапырақ жалбыз және 1 шай қасық табиғи бал қосуға болады. Бірақ балды сусын суыған соң ғана қосыңыз, өйткені ыстық су балдың құрамындағы пайдалы ферменттерді жойып жібереді. Бұл сусынды ішудің нақты тәртібі бар. Таңертең ұйқыдан тұрған соң, ас ішерден жарты сағат бұрын 1 стакан ішіңіз. Бұл ағзаны оятуға, метаболизмді жандандыруға және күнді сергек бастауға көмектеседі. Күні бойы әрбір тамақ ішердің алдында да 1 стаканнан ішу ұсынылады. Осылайша ас қорыту жүйесі жақсарады, артық салмақтан арылуға жәрдемдеседі және әртүрлі ішкі ағза жүйелері тұрақты жұмыс істей бастайды. Маңызды, бұл сусынды ұйықтар алдында немесе түнде ішуге болмайды. Себебі оның сергітетін қасиеті ұйқыға кедергі келтіруі мүмкін. Осы сусынды үнемі қолдану арқылы мынадай оң әсерлерді байқауға болады. Тазартушы қасиеті арқасында бауыр мен бүйрек қызметі жеңілдейді. Қан айналымы жақсарып, жүрек қан тамыр жүйесі нығаяды. Иммунитет күшейіп, жиі ауыратындар сирек ауырсады. Артық салмақтан арылу процесі жылдамдайды. Тері тазарады, безеулер азаяды, бетке нәр береді. Жалпы көңіл-күй жақсарып, сергектікпен күш-қуат артады. Көптеген халық медицинасында көк шай, даршын мен имбир бір-бірін толықтыратын табиғи компоненттер ретінде қарастырылады. Ежелгі Қытай, Үндістан, Тибет және араб медицинасында бұл өнімдер денені тазарту, энергияны арттыру және аурулардың алдын алу үшін кеңінен қолданылған. Бүгінгі таңда да бұл сусынның пайдалы қасиеттері ғылыми тұрғыда дәлелденіп отыр. Әлемдік медициналық зерттеулерде көк шайдың антиоксиданттық әсері, имбирдің қабынуға қарсы қасиеті және даршынның қандағы қантты төмендететіні айтылған. Сусынды дайындағаннан кейін 1 күн ішінде тұтыныңыз. Суық күйінде де іше беруге болады, бірақ жылы күйінде ішкенде әсері күштірек байқалады.
Дене жаттығуларынан кейін немесе физикалық жүктемеден соң ішсеңіз, ағза тез қалпына келеді. Емдік сусынды қолдану кезінде майлы, қуырылған және тым тәтті тағамдарды азайту ұсынылады. Әрбір табиғи өнім сияқты бұл сусынды қолдануда да кейбір жағдайларды ескеру қажет. Жүктілік кезінде дәрігермен кеңесіп барып қолданыңыз. Асқазан жарасы, гастрит немесе қышқылдығы жоғары адамдарға абай болу керек. Балаларға 3 жастан бастап аз мөлшерде ғана ұсынылады. Егер аллергияңыз болса, құрамындағы кез келген өнімді қолданар алдында мұқият болыңыз. Өмір сусыны өз денсаулығына бейжай қарамайтын, табиғи жолмен ағзаны сауықтырғысы келетін әрбір жан үшін таптырмас құрал. Оның құрамындағы көк шай, даршын мен имбир табиғаттың сыйы. Бұл сусын тек ішкі ағзаларды тазалап қана қоймай, жалпы энергияны арттырып, өмірге деген құлшынысты қайтарады. Өз денсаулығыңызға күнделікті уақыт бөліп, өмір сусынын күн тәртібіңізге қоссаңыз, көп ұзамай ағзаңыздың қалай жеңілдегенін байқайсыз. Адам табиғатпен үндестікте өмір сүргенде ғана нағыз саулыққа жетеді.